Ал батырым, бүгінгі күнің қалай өтті? Жақсы, бірақ білеттегі Расул қайтадан төбелесіп қала жаздады. Өткендегі мұғалімің айтқан бала ма? Сонда төбелес неден шыға жаздады? Себебі бар ма? Меніңше ол тез ашуланатын сияқты. Біреу бірдеңке тиіп кетсе, сразу мен сыйламайсыңдар деп шығады. Балам, есіңде болсын. Адамның тілі қалай сөйлесе, жүрегі де солай сөйлейді. Ал жүрек не көрсе, соны қайталайды. Не көрсе? Балам, саған бәрін білудің қажеті жоқ. Сен одан да өзіңді сақта. Ол балаға тиісуші болма. Басына бәле іздеп жүрме. Анашым, меніңше ол жақсы бала, бірақ кейде көзі бос, біртүрлі. Балам, есіңде болсын. Жаман адам болмайды, жаман жағдай болады. Ал жағдайды жақсы қылып, жақсарту мына біздің үлкендердің жұмысымыз. Ұқтың ба? Шайыңды іш. Жанат, мен жұмыстан кешіктім, бастығым. Не бастығым, Сәуле? Маған бастық керек жоқ. Сәуле, маған үй керек. Қатын деген уақытында үйде болу керек, түсінесің бе сен? Жан, кешірші, автобус. Не автобус? Автобус сылтау, сен, бала, бәрің сылтаусыңдар. Сәуле, менде шүйке бар ма, а? Айтшы. Жанат, өтінен балаң көзін Не, баланы мен тәрбиелеймін, Сәуле. Чорта сенің бар ғой соңғы бөлме. Маған поведение мұнымен жүр, Сәуле. Bir қара деме саған! Жан, кешірші, пожалуйста. Не, пожалуйста? Неге айғаламайын, мен айғалайын, ал! Үндемесең аман қаласың. Үндемесең ұрмайды. Үндемесең бәрі бітеді. Бірақ неге өтпейді? Сен неге өмірі ашулысың? Не шаруаң бар? Не болды, жай сұрап отырмын. Сен үйде бәрі тыныш қой, ә? Иә, тыныш. Біздің үйде тыныштық деген жоқ. Неге? Саған бәрі емес па? Бәрібір емес, досымсың ғой. Досым? Досым болсаң нәрсен айтшы. Сені біреу ұрса. Сен не істейсің? Ұрмайды ғой. Ұрса ше. Ұрса әкеме айтам, мұғалімге айтам, сөйлес шешем ғой. Сөйлесіп ештеңе шешілмейді. Біздің әке сөзбен емес, жұдырықпен шешеді. Ей, көзіңе қарап жүрмейсің ба? Кешірші. Досым, таста төбелес керек емес. Ей, сен не жалғасып тұрсың? Ақыл доп көргің келіп тұр ма? Құрыш қанайқа. Ақыл үйреткен емес, бұл жер төбелес керек емес. Ей, керек! Бұл жерде кім мықты сол сөйлейді. Сен не маған жалғасып тұрсың? Расул! Орманов не болып жүр саған? Тез кәнекей кір сыныпқа. Құрындар ше. Не болды сен балаға? Сөйлесеміз кір. Не болды, балам? Көңіл күйің жоқ қой. Расул қайттан бәріне ұрсып бет, тисе береді. Балам, мүмкін ол өзіне тиіседі деп ойлайтын шығар. Сондықтан да бірінші болып өзі тиіседі. Ернар, бізге ондай әңгіменің қажеті қанша? Ең бастысы өзіміздің баламыз аман. Айгүл, өзім ғана аман болсам деген қоғамда ертең ешкімде аман қалмайды. Жанат, өтінемін сіңе балаң көзін айқайлай бер. Сәуле, не Жанат, бала? Сендер мен жындығып бітірдіңдер, сен сөзге түсінесің бе, Сәуле, түсінбейсің ба? Мен саған неше рет айттым, адам құсап, Сәуле! Әке! Айтшы, а? Әке! Анам ұрса бермеші. Жанат, қойшы. Сен маған қарсы сөйлейтін боласың ба? Жоқ, мен жай. Мен сенмен сосын сөйлесем. Алло. Анашым, сен неге жылап жүрсің? Қайтейін енді мен?
қайда барамыз? Мен сен үшін шыдап жүрмін. Ол сен әкең ғой. Сен шыдап жүрген жоқсың. Сен қорқып жүрсің. Сен сөзге түсінесің бе, Сәуле, түсінбейсің ба? Мен саған неше рет айттым, адам қызап, Сәуле! Расул Урманов. Расул Урманов. Расул, бәрі жазма. Маған тиспеш. Ай, Господи. Асель. Мен саған тиіспеймін. Біраз өзін жібітетін болдың ғой. Түсінуге тырысам. Тырыссаң да түсінбейсің. Сен үйінде айқай жоқ. Сен үйінде қорқыныш жоқ. Қарамшы ма? Жанат дебермеш, бал ұжыма! Жанат, таңнан қара кешке дейін! Өзің адам айтқан істесейші сен, Тыңдашы мені бір сәт, Бір тыңдашы. сәт емес, сен тыңдамайын, мен саған неше рет айттым. Сен мен тыңдаматсың ба, Сәуле? Жанат, итермеші, сөйлесейікші адамға. Сөйлеспейін сен адамсың ба, Сәуле? Сен адам құсап түсініп атқан жоқсың ғой сен, себебі түсінбейсің айтқан, Сәуле! Айгүл, мына көрші үйде бүгін тағы да айғай шу, тағы да жылау. Ернар, сен араласпашы. Ертең олар бізге тиіседі. Біреудің отбасында нең бар? Қазақта өз отбасыңның отын өзің өшірме деген. Қазақта тағы да мынандай сөз бар. Біреудің көз жасына қалу обал деген. Ертең біреудің көз жасына қалсақ, не боламыз сонда? Ернар, баламызды ойлаш, әлімді. Ертең сенің әкең араласты деп оған тиісіп жүрмей ме? Жоқ, енді ертең анау Расулдың күндердің бір күнде қолына пышақ ұстап шықпауына кім кепіл, кім? Жарайды, біз үндемей-ақ қояйық. Ертең сол баланың психикасы бұзылса, не болады сонда? Не істемекшісің? Алдымен барып сөйлесіп көрем. Егер оған көнбесе, участковыйға дейін барам. Бұл жалай емес. Бұл деген қауіп. Не керек? Сөйлесетін мәселе бар, көрші. Өзімнің үйім, өзім тәрбием. Дұрыс айтасың, үй сенікі. Бірақ мына қабырғамыз ортақ. Қабырғаның ар жағында не болып жатқанын балалар бәрін де естиді. Сен маған ақыл айтайын дедің ба? Бұл ақыл емес, ескерту. Есіңде болсын. Балалы үйдің айғайы ауыр болады. Сен мен қатыма көз салып тұрсың ба? Мен сенің әйелің емес, мен сенің балаңа қарап тұрмын. Мына сөзіңнің өзі бар ғой, сенің проблемаңды көрсетіп тұр. Сенің балаң болашақта қоғамның адамы. Егер ол бүгін қорқынышпен өмір сүрсе, ертең өскенде өзі басқаларды қорқытады. Өзімнің балам, өзім тәрбиелеймін. Жанат, тәрбиелеу деген ұрып соғу емес. Ұрып соғып сен мына өзіңнің әлсіздігіңді көрсетесің. Кетші бар. Жарайды. Басқаша сөйлесеміз онда. Пашол! Ернар мырза, сіздің балаңыздың мінезі тыныш, мені алаңдататын Расулдың мінезі. Оның мінезі қатты қорқытады. Алаңдаймыз мінезіне. Айта беріңіз, не болды? Кеше бір баланы қатты итер жіберді, өзі айқайға басты. Мені ешкім басын алмайды, мен ешкім басын алмайды деп. Білесіз ба, көзінде ашу ғана емес, қорқыныш бар. Дұрыс айтып тұрсыз. Ол баланың үйінде жағдай тыныш емес. Солай деп ойладым өзімде. Қазіргі балалардың көбісінің агрессиясы үйінде ғой, үйіндегі тәрбиесі, үйіндегі қарым-қатынастары бір-біріне деген. Біз әйтеуір сабақ деп жүреміз. Ал ол бала үйінде күніге қырғын соғыс көріп отыр. Сіз мені дұрыс түсініңіз. Мен жала жапқалы келіп отырған жоқпын. Мен алаңдататын бір баланың психикасы бұзылып, күйік көтеме деп қорқам. Маған дәлел керек. Сіздің айтып отқаныңыз ол типичный ситуация. Біз тексереміз, сөйлесеміз. Сол жағын ойласаңыз. Сөйлесіп қана қоя салмаңыздар.
Ондай адамдар сөйлескенде жақсы болып кетеді де, есік жабылғанда есік әуеніне қайта басып, қайтадан бастайды. Оны түсініп тұрмын, мен сізге тағы айтамын. Қорғаныс механизм бар. Жаңа айтқандай, бала мен әйел қауіпте болатын болса, олардың жаңа уақытша орналастыру мәселесін шешетін боламыз. Сол жағын ойласаңыз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Бізде бәрі жақсы. Енді отбасы болғаннан кейін ұрыс керіс болады ғой. Ұрыс басқа, зорлық басқа. Әйеліңіз шамданды ма сізге? Жоқ, бізде бәрі жақсы. Онда біз былай істейміз. Сізбен профилактикалық әңгіме жүргіземіз. Білесіз, әйелге қол көтеруге болмайтын заң бар ондай. Көрші, сен мені участковыймен қорқыттың кеп жүр ма? Мен сені қорқытпаймын. Мен сенің балаңды құтқарғым келеді. Мен өз баламды өзім құтқарам. Сен өз балаңа қара. Сен мына түріңмен өз балаңды құтқармайсың, Жанат. Сен қайта өз балаңның ішіне ашу ызаңды құйып жүрсің. Ертең сол ашу ыза біреуді өлтірсе, бала кінәлдеп отырасың ба сонда? Ой, сен көп сөйлейсің, көрші негізі. Иә, көп сөйлеймін. Өйткені менің үйімде айғай-шу, ұрыс-керіске орын жоқ. Сен көп айғайлайсың, көп ұрсасың. Өйткені бар ғой, сен өз сөзіңді өткізе алмайсың. Көреміз, көрші. Сен жақтаушыларың көбейіпті ғой. Жанат, өтінем қойшы, үйде бала бар ғой. Не бала? Балаңа қарап отырмайсың ба? Балаң түрі анау әні. Мектепте төбелес жүр. Мен төбелесем, ішімде тыныштық жоқ болғаннан кейін төбелесем. Сен не деп қыртып тұрсың? Бергел. А? Не? Мен сенен қорқам. Сен мен ойымнан шықпайсың. Мен сен кесірінен ұйықтай алмаймын. Сен еркекше сөйлеп тұрың деп ойлап тұрсың ба? А? Сен әлі баласың. Онда неге мен бала шағам болмады? Мен анамды ұрғанды көріп өстім. Мен сенен қорқып өстім. Мен өз-өзімнен қорқып бара жатырмын. Жылама, еркек деген жылайма не? Сен ше? Еркек дейсің. Өзің ше? Бірден ашуланып шығасың. Сен не деп тұрсың сен маған? Бар, аш. Саламатсыз. Саламатсыздар ма? Сәуле ханым, бізбен бірге полиция учаскесіне жүріңіз. Балаңызды алып шығыңыз. Жігіттер, менің отбасым ғой бұл? Отбасыңыз болса қауіпсіз жерде болу керек. Мына жер қауіпті. Балам киімдерін жинап. Мен сен жаман қылғым келген жоқ. Мен тек қана баламды қорғадым. Жанат мырза, тұрмыстық зорлық-зомбылық фактісі бойынша сізге іс қозғалады. Көршілеріңізден шағым түсті. Әйеліңіз бен балаңыздың қауіпсіздігі бірінші орында. Қауіпсіздік? Жігіттер, енді семья болғасын ұрыс керіс болады ғой. Зорлық-зомбылық деп жала жабасыңдар. Сен айтып отқан ұрыс, ол жай ғана сөз. Қол көтеру деген қылмыс қой. Ана балаң соны көріп өсіп отыр. Қорқып отыр ғой әне? Қорқпайды ғой. Мен қорқам. Еркек жыламайды. Жанат, тоқташ. Еркек жыламайды дейсің. Сонда сен өз ашуыңды неге ұстамайсың? Сен білесің бе, сен ашуың біздің күнделікті көз жасымызға айналды ғой. Сәуле, мен жұмыс істеймін, үйдің нанын табам. Сендер бағаламайсыңдар соны. Нанды біз бағалаймыз, Жанат. Біз нанды бағалаймыз, бірақ сол нан үшін жанымызды таптатпаймыз, түсінесің бе сен? Мына бала ол
күнде қорқынышпен жүр, үндемей жүрсем ғана аман қалам деп өсуде. Сол еркектікке жата ма сонда? Жанат мырза, сізде екі жол бар. Біріншісі, іс бірден сотқа кетеді. Екіншісі, профилактикалық және түзету шарасы болады. Психологқа барасың, есепте боласың, бақылауда боласың. Мен шынды емеспін. Бауырым, ол шындылық емес, ол әдет. Әдет түзетуге болады. Тек мойындаған кезде ғана. Расул, айтшы, сен өзіңді үйде қауіпсіз сезіне аласың ба? Жоқ. Әке ашуланып үйді анама десе бастағанда жүрегім жылайды. Және өзімен өзі үйді қопарып, дестерт мен ойнап істеген кезде өзімді себепсіз кінәлі сезінемін. Мінеке, балаңыз айтып отыр. Енді шешім өзіңізде. Қолыңызды қоясыз ба? Сен бәрімен қатыннан қорқады дейтін болма. Сен әйелден қорықпайсың. Сен өз ашуынан қорқасың. Жанат, сен өз-өзіңді қолында ұстай алмайсың ғой. Сәуле, мен Расул үшін қатты болам деп өз жүрегім қатайып кетті. Қатты болу ұру емес. Қатты болу өз-өзін ұстау білу. Қол қойсыз ба мұнда? Енді сіз бағдарламаға қатысатын боласыз. Қайталанса, іс бірден сотқа кетеді. Бәрі бақылауда болады. Анашым, енді әке бізге келмей ма? Қазір заң бар, балам. Ең басты сен қорықпайсың. Мен де қорықпаймын. Ал мен өзім жаман сезінбеймін бе? Жоқ, балам, сен жаман емессің. Тек қана сен көп нәрсені ерте көрдің. Күн жылы ғой. О, досым жатыр. Сәлеметсіз. Асылатын досым, қалайсың? Қайсың, жақсы өзің? Жақсы, шүкір өзің. Сол, тыныштыққа үйреніп жатқам. Дос, қалай кетті тыныштық? Басында қорқынышты, бірақ үйреніп кеттім. Неше уайымдадым ғой, сен ауырдың. Қалайсың ба? Енді досым, кей адамдар денсаулықпен ауырады, кей адамдар үйдегі ұрыстан ауырады. Мен саған тиіспеймін. Сенемін, сен ауырдың ғой, ренішім жоқ. Кешке туған күнім, кел, қонағым бол. Ассалам алейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір. Жақсы досым, онда күтем. Аха. Қалың қалай балам? Кешке туған күнге барасың ба? Білмеймін. Туған күнге бару үшін жақсылап киініп алу керек, ә? Қазір дүкенге барып, мамаң үшеуміз саған киім алайық. Аха. Сосын қыдырасың кешке достарыңмен. Амасы жүресің.